Бізде алып аламыз, міне қараңыздар, міне су тартылып болды, осыншалық тартылса болды. Ана бас енді. Палаудан кейін нанымызды жайып аламыз да, міне осындай екі елі неде кесіп аламыз. Мынау сармайымыз, қол сармайы. Сонымызды мына кесіп алған бөліктерге шылқылдатып отырып жағамыз, міне. Шылқылдатып отырып толықтай осының бетіне жағамыз. Осылай тізіп аласыздар, май жаққан бөлігін сыртына қаратып, міне. Ең алдымен екі ұзын істедім. Мына жерлерін жан-жағын несіне келтіресіздер, міне, нақсап отырып. Мынандай қысқалары болса, мынандай шетіне қысқа жиығына істейсіздер, бүйтіп. Бүйтіп, міне айландыра отырып, нандарыңызды тізіп аласыздар. Не отырым мынандай қалды. Енді мына жерге жаңағы чала пысқан мына палауымызды, міне, мына палауымызды осының ішіне салып аламыз толықтай. Міне. Осының егерде пысқан қаздарыңыз болса, дайын болған. Осы кезде айландыра ортасына дөңгелектеп қазы кесіп жерсеңіздер болады. Одан кейін жұмыртқа болса, жұмыртқаны сыртын жуып, ана жежің сияқты нәрселермен көп жуып тазалап, неше рет чайқап, содан кейін барып, осының арасына жұмыртқа салып жерсеңіздер де болады. Енді мына ұқсап салып алдық, енді мынаны айландыра шеттері, міне, осылай қатарлап, міне, жасап шығамыз. Міне мына ұқсап етіп алдық, енді біраз сән беру үшін жұмыртқаның сарысы мынау кәдімгі, міне. Сарысын бүйтіп бетіне жағып, жан-жағына, міне. Осы жеріне әзір пісіп шыққанша. Әндігір еткенде айырғалақпен мынаны айнала былай тырналақ қоясыздар, бетіне қарайшы. Сонда мынау пісіп шыққанда сіздерге білінбегенменен пісіп шыққанда бір әдемі пасон береді. Сән береді, міне. Болғаннан кейін мынау күнжіт. Күнжіттен сеуіп қоясыздар, ақ күнжіт, міне. Жыма ғой, ағзыма. Енді осыны апарып 180-200 градусқа 20-25 аралығында пісіріп аламыз. Қойып, сосын міне қойдық. Міне жерін 180-200 аралығында теңшіп 30 минутқа.